бейбарыс Рахоп ұлы. Нашым екіміз кешкі асқа тоқаш пісіреміз. Ең алдымен киімізді ауыстырамыз. Сол сүтке 2 қасық ашытқы саламыз. Тозданған қосып баластырамыз. Сармайға жұмыртқа қосамыз. Оны қосып қамыр илейміз. Бір сағатқа таңдырып қоямыз. Болған қамырдан тәтті тоқаш жасаймыз. Қызып тұрған пешке саламыз. Дайын болған күтеміз. Тоқаш дәміз дайын. Ас болсын.